Денсаулық спартакиадасының тарихы 1957 жылдан бастау алады. Сол кезде Еділ жағалауында орналасқан Ульяновск қаласының педагогикалық институтында оздырылған дүбірлі дода бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Кезекті денсаулық спартакиадасына биыл 9 команда қатысты. Бір апта бойы ұстаздар, профессор, оқытушылар құрамы мен қызметкерлер спорттық сайысқа түсті. 67-ші денсаулық спартакиадасының биылғы ерекшелігі көп, соның бірі жаңа спорт түрлері енгізілді. Биылғы 67-ші денсаулық спартакиадасы әдеттегідей 9 құрама команда қатысуда және спорттың 8 түрінен жарыс оздыруда. Биылғы ерекшелік шаңғыны жылдағыдай жай әшейін еркін тақырыпта емес, шаңғы эстафетасы деп қосқан болатынбыз және биылғы тағы бір ерекшелік арқан тартысты қосқан болатынбыз. Биылғы тағы бір ерекшелік командалар дейтін 9 команда және қай құрама командада жаңағы жарысқа сақадай сай командалардың былтырға қарағанда биылғы қатысушылар саны көз қуантарлықтай көп. Себебі биылғы таңда бір тағы ерекшелік енгіздік. Әрбір құрама командаға 2 спортшыдан берген болатынбыз. Сондықтан да биылғы командаларда адамдардың, қатысушылардың саны көптікті бізді көзді қуантады. Жыл сайын жаңа жылдың алғашқы апталарында өтетін жарыс биыл тартысқа толы өтті. Қатысушылар шахмат, дойбы, үстел теннисі, көңілді эстафета, дартыс, шағын футбол ойындарынан үздіктерді анықтады. Денсаулық спартакиадасы табиғат аясында шаңғы эстафетасымен аяқталды. Осы жерде білім ордасының ұжымы тимбилдингке қатысты. Спартакиада қорытындысы бойынша бағы мен бабы қатар шапқан үздік құрамалар анықталды. Үздік үштікке мәдениет және өнер факультеті кірді. Ал екінші орын университет әкімшілігі құрамасына бұйырды. Ал бас жүлде және ауыспалы кубок биыл шаруашылық қызметі бөлімінде. Спартак ұйымдастырды, оған көп рахмет ұйымдастырушыларға. Сонымен қатар команда атынан сіздерге көп рахмет айтамын. Спорт, денсаулық кепіл деген, спорт адамды достастырады деген, сол спортпен бірге болып, әрі қарайда жақсы жетістіктерге жетіңіздер деп айтқым келеді. Айта кететін нәрсе, осы 4 жыл болды келгелі, содан бері осы кубокты алуға көптен үміттер едік. Сол үмітіміз ақталып, сол кубокты алуға дайындалдық, тер төгілдік, сол алдық, қуаныштымыз өте. Бір аптаға созылған тартысты сайыста командалар өзара шеберліктерін көрсетіп, денсаулық пен спортты насихаттады. Қатысушылардың айтуынша спартакиада жоғары деңгейде өтті. Спорт додасының жеңімпаздары мен үздік ойыншыларына Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің бастауыш кәсіподақ ұйымының бағалы сыйлықтары мен дипломдары табысталды.